Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Бала Абай». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Мальчик Абай». Жаңа сөздермен таныс болайық. Ознакомимся с новыми словами. Ақын, поэт, дара, одаренный, тұлға, личность. Тағы да бір қайталап шығайық. Повторим еще раз. Ақын, поэт, дара, одаренный, тұлға, личность. Жіктік жалғауларды қайталау. Повторим личное окончание. Мен ақын боламын. Сен ақын боласың. Сіз ақын боласыз. Ол ақын болады. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Атақты ақын. Бата береді. Оқылым, айтылым. Екінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Второе задание. Нужно будет вам разделить диалог по ролям и ответить на вопросы. Мысалы, например, Абайдың үйіне кім келді? В дом Абая кто пришел? Қонақтың аты кім? Как зовут гостя? Абайға кім бата берді? Кто благословил Абая? Қонақ не істеді? Что сделал гость? Абайдың әжесі қандай адам? Какая бабушка у Абая? Абай өскенде кім болды? Кем стал, когда вырос Абай? Оқылым, үшінші тапсырма. Дулат ақынның Абайға берген батасын оқы. Третье задание. Нужно будет вам прочитать текст. Как Дулат ақын дал Абаю благословение. Шырағым, ержеттерсің. Ержетсең, сірә не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің. Шындасаң, шыңға жетерсің. Жазылым, төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына жақшаның ішіндегі тиісті сөзді қойып жаз. То есть, нужно вставить слова, которые даны в скобках. Мысалы, например, Абайдың ауылына Дулат. Тут нужно будет вам выбрать правильный вариант. Әнші, либо ақын келді. Какой правильный вариант будет? Правильно, ақын келді. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Үйге тапсырма. Домашнее задание. Кел жаттайық. Давай учить. Мақал, пословица. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ер көгерер. Нужно будет выучить эту пословицу. Есте сақта, запомни. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. В аул, где жил Абай, приехал знаменитый поэт Дулат. Дулат ақын Абайға бата берді. Поэт Дулат благословил Абая. Абайдың әжесі Зере ақынды құрметтеді. Бабушка Абая, Зере, уважала ақына, то есть поэта. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.